Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге жауынгер арнасы. Күн санап Шавкат Рахмоновтың жекпе-жегі жақындап келеді. Қазақ жауынгері 17 желтоқсан күні таңертең Америкада келесі сынын өткізеді. Жекпе-жек Лас-Вегастағы T-Mobile аренада өтеді. Шавкат Рахмоновтың бұл сындағы қарсыласы Стивен Томпсон деген азамат. Билл Томпсонның жасы 40-қа толды, бірақ жасына қарамастан күш-қуаты әлі бойында. Оны Шавкаттың өзі де атап өткен болатын. Бүгін біз Шавкат Рахмонов пен Стивен Томпсон арасындағы айқасқа UFC жұлдыздарының білдірген ойлары мен болжамдарын айтатын боламыз. Ислам Махачев былай депті: Шавкат мықты жігіт, техникасы өте жоғары деңгейде. Ол жігіт күресте де, тік тұрып айқаста да сәтті өнер көрсете алады. Менің ойымша Стивен 40 жасында қанша жерден мықты болса да, ол Шавкат үшін өте кәрі деп ойлаймын. Гилберт Бёрнс былай депті: Стивен Томпсон жоғары деңгейлік спортшы, барлық жағынан таңғаларлық мықты, октагонда өзін керемет ұстайды, тік тұрып айқаста жақсы жұмыс істейді, күрес әдеттерінен өте жақсы қорғана алады. Мен оны соншалықты жаман деп ойламаймын. Егер Шавкат оны құлатса да, оны күресте ұстап қалу қиынға соғады. Бірақ бұл жерде бір нәрсе айтайын: мен бәрібір де Шавкатты таңдаймын. Неге екенін қазір түсіндіремін. Мен біздің залда Шавкатты жеңе алатын бірде-бір жігітті көрген емеспін. Бар сыр осында жатыр. Шавкатты құбыжық дерсің, біз оның әлі шыңын көрген жоқпыз ғой, ол әлі де өсу үстінде. Джон Роган: ол жыртқыш. Мен деген онымен 8 бұрыш ішінде қандай қиын болатын елестете де алмаймын. Өздерің ойлап көріңдер, барлық жекпе-жектері уақытынан бұрын аяқталған. Бұл қазақ жеңіліс дәмін татып көрмеген. Маған қатты ұнайтыны оның рухы. Ол кез келген тығырықтан жол таба біледі. Өз-өзіне өте сенімді, соққыны өте жақсы көтереді. Аяқ-қолдары ұзын. Гиттері де Вандербойдан кем емес. Стивен жақсы жігіт және мықты жауынгер, тік тұрып айқаста мықты. Бірақ Рахмонов бөлек деңгейдегі жыртқыш. Бұл жекпе-жекте жылдам нокауттың иесі шығып тұрғандай. Колби Ковингтон: Шитрат Рахмонов, оған айтар ештеңем жоқ, асыра мақтау көп сияқты. Дивизионның мықтыларымен кездесіп көргем жоқ. Бұл жігіт жайлы ештеңе білмеймін, назар аударуға да лайықты емес, менің тізімімде жоқ деп ағынан жарылған екен. Шавкат болса Колбиға өз жауабын берді. Колби көп треш-ток жасайтын жауынгер, бірақ бетпе-бет келгенде ештеңе айта алмайды. Ол камераның алдында аузына келген айта беруі мүмкін, бірақ екеуміз бірге бір қалғанда ол сөздерін басқаша айтатын болады деп пікір білдірді. Шавкат батырымызға сәттілік тілей отырып, бүгінгі видеомызда өз мәресіне жетті. Видеоны лайк, коммент және каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл біз үшін үлкен мотивация.